Армысыздар, Елбес телекомпаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студияда Альфия Омарова. Бүгінгі хабарымызда біз еліміздегі маңызды тақырыптардың бірі Конституция реформасы жайлы талқылаймыз. Жарияланған жаңа Конституция жобасы елімізде қызу талқыланып жатыр. Ата заңның барлық бабына өзгерістер енгізілмек. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Павлодар облысы қоғамдық кеңесінің мүшесі Еркеғали Жанғазымен осы реформаның ерекшеліктері мен айырмашылықтары туралы әңгімелесетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Жалпы ата заңның барлық бөліміне жалпы өзгерістері енгізілмекші деп айтып өттік. Бұл тарапта Конституция реформасының басты мақсаты қандай деп ойлайсыз? Конституцияны өзгертулерді енгізу, енді бұл жоба, әрине, ең бірінші мақсат, менің көруімше, менің байқауымша, сыртқы ахуал мен ішкі мемлекеттің ішіндегі жағдайды ескере отырып, болашаққа үлкен қадам жасау үшін, болашақтағы қиындықтардың алдын алу үшін бағытта қабылданайын деп отырған өзгерістер. Бұл жерде бізге мемлекетімізге жалпы енгізіліп жатқан өзгерістерді қарасақ, біздің мемлекетімізге бұл шешімдерді тез қабылдауға мүмкіндік береді. Бірден, екіншіден өзінің егемендігін нығайтуға береді, шешімдерді егемен қабылдауға. Үшіншіден, басқа бұл шешімдерді тез іске асыруға мүмкіндік беретін вертикалды билікті күшейтілген Конституция қабылданайын деп отыр. Одан бөлек Конституциямызда бір адамға, бір тұлғаға табыну жоқ. Әр тараптандырылған, жауапкершіліктер әр түрлі, әр деңгейде. Сондықтан бұл жағынан қарағанда біз мемлекетке тез басқарып және жауапкершіліктерді әр деңгейде бөлінген. Одан бөлек мемлекет басқару институттары көбейген бұл жерде. Соған қарағанда басқарушы тұлға президенттер болмаса биліктегілер ауысқанымен бұл жүйе мықты болып қала беру керек деген бағытта қабылданайын деп отқан өзгеріс менің ойымша. Жалпы осы қазір ұсынылып отырған Конституция жобасы несімен ерекшеленеді және ол қазіргі біздің Конституциядан қалай айқындалып өзгешеленбек? Енді мен жаңа айтып кеттім, мына сұрағыңыздың жалғасы болып тұр ғой. Бұл жерде ішкі ахуалды ескере отырып, сырттағы болып жатқан өзгерістері және тез жылдам өзгеру бағытын және мына әлемдегі үлкен өзгерістер тез өткендіктен бұл жерде мен айтқандай шешімдерді екі палаталық парламенттен бір палаталыққа өзгерту, ол жерде шешімді тез қабылдау және бір адамға табынбай ұжымдық тұрғыдан қабылдау, институттардың көбею, ол мына жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне және мынандай түсінік бар саясатта, экономикада қолмен басқару. Қолмен басқаруды алып тасталып, жүйелік басқару еніп жатыр да, бұл жерде біздің мемлекетіміз басқару жүйесі күшейеді деген сөз. Ерекшелігі сода, бір адамға супер президенттік биліктен кетіп отыр. Жалпы жаңа Конституция жобасы қоғамда қазір қандай пікір қалыптастырып отыр? Талқыланып жатыр ғой ел арасында? Талқыланып жатыр. Пікірлер әртүрлі, әлі алуан ғой. Біздің елдің 20 миллион адам ішінде бір пікір болуы мүмкін емес. Бір жақты мына Конституцияға енгізіліп жатқан өзгерістерді бірден қолдаймын дегендер де бар, болмаса тіпті қолдамаймыз деген де бар. Дегенмен оның арасында мысалы сарапшылар ретінде Конституцияға өзгерістерге дұрыс менің ойымша баға беріп жатқандар да бар. Енді әртүрлі пікірлер бар. Дегенмен соның мақсаты да сол, әр адам өзінің пікір айтуына құқығы бар. Пікірін айта алады, өтініш арқылы жаза алады және бұның талқылану деңгейінің өзіңіз айтып отқандай кең таралып жатыр. Сондықтан ол бір неге жетті деп ойлаймын, бір мақсатқа демократияның көрінісі. Конституцияға енгізілейін деп жатқан өзгерістегі әр азамат өзінің пікірін айта алады.
Жалпы осы жарияланған жаңа жобада бір ұстаным бар, ол басты басымдық адам құқығы мен бостандығы деген, ол айқын ол жерде көрсетіліп басымдық ретінде белгіленген. Бұл тарапта бұл ұстаным азамат пен мемлекет арасындағы қатынасты қалай өзгерте алады деп ойлайсыз? Енді басты құндылық адам және оның өмірі деген Конституцияда қазір де бар. Сондықтан қатты өзгерістерге ұшырамайды. Басқа баптармен салыстыра келіп, оның тиімділігі артады деп ойлаймын, және сол жағдайда қалады адамның бостандығы және өмірі мемлекеттің ең басты құндылығы. Сондықтан аса қатты өзгермейді деп ойлаймын, тек қана жақсы жағына демократия ашықтық жаққа өзгереді деп ойлаймын. Жалпы жаңа Қазақстанның халық кеңесі де құрылмақшы. Бұл халық арасындағы, жалпы халық пен билік арасындағы жаңа диалог алаңы бола алады ма? Жалпы қалай араласа алады қоғам өміріне? Бұл жерге енді қосымша ол қазіргі міне жабылған құрылтай, ол халық кеңеске ауыстырылайын деп отыр. Ол жерде оның өкілеттілігі кеңейтілді, заң ұсынуға мүмкіндігі бар. Сондықтан енді бұл жерде тікелей байланыс бар. Егерде құрылтай мысалы кеңес береді, оны билік қабылдай ма, қабылдамай ма өзі біледі. Солай болып еді бұған дейін, одан ары қарай мына халықтық кеңестің құзыреттілігі көбейіп отыр. Ол тікелей байланыс, және тікелей байланыс болғанда тікелей басқаруға әсер ететін ұйым болады. Сондықтан енді ара қатынасты және басқаруға, халықтың басқаруға әсер етуіне тікелей әсер ететін ұйым болады деп ойлаймын, егерде қабылданса. Сондай-ақ осы жаңа жобада әділеттілік, заң мен тәртіп ұстанымдарда негізгі құндылық ретінде айқындалып отыр. Бұл жалпы нормалар қоғам өмірін қалай өзгерте алады? Жалпы ол қалай жұмыс істеуі керек сіздің ойыңызша? Заң мен тәртіп дегенде былайғы біз мысалы үлгі ретінде қараймыз. Германия, Жапондар болсын, Сингапур болсын, олар бәрі тәртіпке бағынған қоғам, тәртіпті қатаң талап ететін мемлекеттер. Сондықтан егер біз соларға шынында да қатарына қосыламыз, болмаса солар сияқты боламыз десек, біз әуелі тәртіпке бағыну керекпіз. Сондықтан жаңағы бәлен 100 000 камералар қойылды, түкіруге болмайды, қарапайым сөзбен айтқан. Соны адамның өзі күнделікті әдетіне айналдыру деп ойлаймын. Егер біз күнделікті әдетімізге ол айналса, мынаның жаңағы айыппұлдың да қажеті болмайды. Өйткені сіз жаңағы заңға бағынып, ешқандай ережені, заңды бұзбасаңыз, сізге айыппұлдар да келмейді. Ол өмірлік қалыптасқан өзіміздің өмір қағидатымыз болып қалады. Ол енді оң әсерін беру керек, және береді деп ойлаймын. Жалпы осы білім, ғылым, инновация және цифрландыруда ерекше назарға алынып отыр. Бұл алдағы уақытта еліміздің дамуында қандай әсер етпек? Мына кез келген артта қалып отырып алға басып кеткен мына оңтүстік Кореяны айтсақ, олар оған қол жеткізу үшін білім және индустриалдану деген, білімді сапасын жоғарылату және индустриалдану деген екі бағытта жұмыс істеді. Сондықтан қазіргі Конституцияда қандағы жазылып отырайын деген, шынында да біз енді Азия барысы деп өзімізді атап қойдық қой. Азия барысы болу үшін мына білімді дамытып, өзгерістермен алға дамудың ең басты кепілі осы білім мен инновациялар болады деп ойлаймын. Ол біздің келе жатқан арттағы ұрпақтың біздің мемлекетті өте жоғары деңгейге көтеруге мүмкіндік береді деген ойдамын. Жалпы сіз осы Павлодар облысының қоғамдық кеңесінің мүшесісіз, көп жыл адал еңбегіңіз де бар. Осы ұсынылып отырған жоба Қазақстанды қандай жаңа саяси және құқықтық кезеңге алып келеді деген өзіңіздің жеке пікіріңізбен бөліссеңіз? Енді мен басында айтып кеттім, бұл вертикальді билікті күшейту, ішкі өзгерістерді бақылай отырып, сырттан әсер етуді болдырмау, және бұл бүгінгі немесе 5 жыл, 10 жылға емес, ұзаққа бағытталған біздің бағдарламамыз десек болады, өйткенде ата заң болады. Егер шынында да осы қабылдында енді бір-екі өзгеріс болады, бір-екі емес, біраз өзгерістер болады деймін, өйткені әлі қабылданған жоқ. Сондықтан біздің мемлекеттегі заң мен тәртіпке бағынатын, шынында да заңға бағынған құл болмайды деген Бауыржан бабамыздың сөзі бар ғой. Сондықтан заңға бағына тұра, ары қарай инновация, білім арқылы дамып, өте дамыған елдердің қатарына қосуға мүмкіндік береді деймін. Ойлаймын, бірақ жазылу бар да,
былай декларация жасау бар да оны орындау бар. Сондықтан бұл әлі қабылданған жоқ. Бұл әлі референдумдан өтеді, бұнда әлі өзгерістер болады. Дегенмен осы жалпы сұлбасы бар, қаңқасы бар, осы қаңқадағы баптарды енгізе отырып, шынында да осының негізгі бағытын ұстайтын конституция қабылданса, онда жаңа мен айтқандай Сингапур болмаса Жапония ел сияқты заң мен тәртіпке бағына отырып, инновацияны білімді елге айналамыз деп ойлаймын. Менің пікірім осылай. Жақсы, рахмет. Бүгін студиямызға арнайы келіп, біздің сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыздар. Қымбатты телекөрермен, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса, редакцияға хабарласуды ұмытпаңыздар. Телефон номері 557640. Дәл қазір назарларыңызға орыс тіліндегі жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.